Ер адам әр кеш сайын үйіне соңғы автобуспен келе жатып, жол бойында отырған қызды үнемі көретін. Бұл оның онымен 13-ші кездесуі еді. Ол үнемі ақ киім киіп, қасында чемоданы бар еді. Ол әр кезде оның саусақтарының орындықты ақырын түртіп, қандай да бір түрткен дыбыс шығарғанын еститін. 14-ші рет ер адам ақыры оның не істеп жатқанын сұрады. Қыз не күтіп тұрғанын айтты. Ол оған соңғы автобустың кетіп қалғанын айтты. Ол көмектесу үшін телефонын ұсынды, бірақ экранның жарылып кеткенін байқады. Бақытымызға орай, ол әлі де жұмыс істеп тұрды. Қыз телефонды алмады, бірақ оны танитынын сұрады. Ол жоқ дегенде, ол мұңайып, басын төмен түсірді. Абдырап қалған ер адам кетіп қалды. Келесі күні қатты жаңбыр жауды. Қыз әлі орындықта отыр екен. Ер адам автобустан түсіп, қол шатырын ашты. Ол тағы да оны танисыз ба деп сұрады. Кенет күн күркіреді. Ер адам оған қол шатыр бермек болды. Ол уақыты жоқ екенін, тоңып қалғанын, үйіне барғысы келетінін айтты. Содан кейін ол ауыр чемоданын алып, оның үйіне жаяу барды. Қиын болса да, оған көмектесуге рұқсат бермеді. Ер адам 8-ші қабаттың түймесін басқан. Лифттен шыққаннан кейін олар ұзын, қараңғы дәліз арқылы оның үйіне қарай бет алды. Бөлме бос, әшекейлері жоқтың қасы еді. Найзағай жарқылдап, қыздың жүзі бір түрлі болып кетті. Ол ақырын ішке кірді де, есік әп-сәтте жабылып қалды. Бүгін түнде ауруханада тыныштық орнағандай болды. Никадағы түнгі ауысымдағы медбикелер қай жерде кешкі ас ішу керектігін талқылап, кезекшілікте тек жас Джиді қалдырды. Қазір келушілерді кіргізбеді. Бірақ Янжи басын көтергенде, кезіп жүрген адамды көрді. Ол одан мәйітхананың қайда екенін сұрады. Ол оның кім екенін білмей тұрып, мониторда дабыл қағылды. Науқастың оттегі түтігі түсіп қалды. Бақытымызға орай, олар апатты болдырмай, науқасты дер кезінде құтқарып қалды. Бірақ Янг Джи тағы бір оғаш адамды есіне алғанда, ол жоғалып кетті. Пәтерлердің бірінде ер адам суықтан қалтырап, қалың көрпенің астына бүгіліп қалды. Ол иттердің үздіксіз үргенін естіп, ашуланып, терезеден айқайлады. Сосын ол тағы да шошып кетті. Жеңіл өнеркәсіп дүкенінің иесі түнде де үнемі күннен қорғайтын көзілдірік киіп жүретін. Ол барлық шамдарды, тіпті 80 жастағы көне шамдарды да сататын. Әр сатылымнан кейін ол оны өз кітабына жазып отырды. Жас Джи ауруханада емделушілердің ауру тарихын жазып жатқаны сияқты. Дүкенде де ауруханадан бір түрлі адам пайда болды. Ол бірдеңе іздеп жүргендей жан жағына қарады. Үй иесі оған көмектесуді ұсынды, бірақ ер адам ештеңе айтпады да кетіп қалды. Келесі клиент келгенде, иесі ақыры босаңсып қалды. Жеңіл өнеркәсіп дүкенінде тұтынушылардың алуан түрлілігі болды. Әсіресе түн ортасында бір тұтынушы кеткен соң пәтерден бір адам кіріп келді. Ол жақындаған кезде үй иесінің көзілдірігі мен шамдары аязға оранған. Ол кісі мұнда шам сатып алу үшін келген жоқ. Маған үрген итті іздеп жүргендей көрінді. Ол іздеді, бірақ ештеңе таппай, қарғыс айтып кетіп қалды. Содан кейін ғана күңгірт шам қалыпты жағдайға оралды. Bir түрлі тұтынушылар бүгін кешке келе берді. Қызыл туфли киген әйел ішке кірді. Оның шашы ұзын, бәрі қара түсті. Ол шамды ұстау үшін қолын созды, бірақ иесі оны тоқтатты. Ренжіген ол қолын тартып, үндеместен кетіп қалды. Үй иесі сергек болды және оның әр қимылын бақылап отырды. Мектептегі оқушылар бірінен соң бірі үйлеріне қайтты. Шашы қысқа қыз әлі ғимараттың сыртында қаңғып жүрді. Студент Хэнджу оған қолын бұлғады, бірақ қыз жауап бермеді. Бүгін кешке мұғалімдер оларды сабаққа қалдыруға мәжбүр етті. Оқушылар жиналып, қорқынышты оқиғаларды айтып берді. Баяғыда мектепке бейтаныс адам кіріп кеткен. Олар әр сыныпта ол отыратын бос үстел бар екенін айтты. Сабақтан кейін оқушылар шағын аллеядан өтіп бара жатты. Олар түнде біреу сол жерге барып, бір түрлі әндер айтады деген қауесет туралы айтты. Бірақ Хэнджу үшін бұл аллея анасының тапсырмасын орындаудың жалғыз жолы болды. Оның достары қорқып қашып кетті. Оның аллеяға жалғыз кіруден басқа амалы қалмады. Телефонының әлсіз жарығы оның қорқынышын баса алмады. Ол бірдеңе дұрыс емес екенін сезді. Бірнеше қадам жасағаннан кейін, ол артына бұрылып, фонарды артына жағып жіберді. Ол көлеңкені көріп, мүмкіндігінше жылдам жүгірді. Аллеяның соңында жарықтандыру дүкені болды. Оның иесі оған әрқашан таңдауға кәмпит беретін. Хэнджге сары кәмпит ұнайтын. Ол анасымен бірге тұратын. Оның әкесі шетелде жұмыс істеп, үйіне сирек келетін. Ол оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін оған арнайы алқа жасап берген. Ол оны үнемі тағып жүретін. Содан кейін ол иесіне аллеядағы көлеңке туралы айтып берді. Оның айтуынша, ол көпшілік көре бермейтін нәрсені көрген болуы мүмкін. Ол оларды бейтаныс адамдар деп атады. Кейде оның дүкеніне бейтаныс адамдар кіріп кететін. Көп жылдық тәжірибесі бар иесі оларды әрқашан қарапайым адамдардан ажырата алатын. Мысалы, әйелдің бойы ұзарып бара жатқаны, ер адамның бойы аяз болып, су тамшылап жатқаны. Ол Хэнджуға өзін әдеттегідей ұстауды және оларды байқамағандай кейіп танытуды ескертті. Хэнджу мұқият тыңдады, бірақ үстелдегі суда иесінің қартайған жүзі көрініп тұрғанын байқамады. Ол кетер алдында үй иесі оған қол шамын беріп, оны қараңғыда қолдануын айтты. Ол кеткеннен кейін ол кәмпитінің орамасын кішкентай ағаш қорапқа мұқият салып қойды. Түн тұншықтырғыш тыныш болды. Орындықтағы қыз чемоданын ер адамға жақындатып жіберді. Ер адам оны жаңбырдан қорғату үшін орамал берді, бірақ оның тырнақтарының ұшында өскенін көріп шошып кетті. Бұл бәрін түсіндіреді. Ол орындыққа қолын тигізгенде шерткен дыбыс естілді. Ол орамалын алып, тез жуынатын бөлмеге кетті. Қыз чемоданын еденге қойды. Ол оған мұқият қарап,
ақырын ашты. Ішінде пышақтардың толық жиынтығы болды. Лифт 8-ші қабатқа көтерілді. Хенджу үйге келгенде, чемоданымен кетіп бара жатқан қызды көрді. Ол сыпайы түрде сәлем берді. Қыз тоқтап, ақырын бұрылып, Хенджудың есігіне қарады. Чемоданынан қан тамшылап тұрды. Келесі күні пәтердің жанына жаңа жалға алушы Сионхи қоныстанды. Ол көршілері тым көп үйлерде тұруды ұнатпады. Сондықтан ол 2-ші қабаттағы 3 бөлмелі пәтерді таңдады. Үй ең жақсы жағдайда емес еді, және оған кейбір ыңғайлылықтар жетіспеді. Тіпті бір есік құлыптаулы, оны ашу мүмкін болмады. Бірақ үй иесінің айтуынша, бұл аймақ түнде тыныш және жалдау ақысы арзан. Бұл оны оған өте ыңғайлы етеді. Сондықтан ол жүктерін әкеліп, жатын бөлмесін, ас үйін және қонақ бөлмесін толтырып, ретке келтірді. Бұл жер сәл ыңғайлырақ көріне бастады. Ақырында ол жабық есікті жабу үшін шымылдықты пайдаланды. Айналада көршілер болмады. Бірақ оны бір нәрсе ренжітті. Ол аллеяда баланың ән айтып жатқанын естіді. Ол тез аллеядан өтіп бара жатып, ән күшейе түсті. Ол тоқтаған кезде Сианхи ұйықтап қалды. Бірақ оның көлеңкесі кенеттен өзгерді. Маған біреу қараңғыда тығылып жатқандай көрінді. Келесі күндері арзан жалға берілетін тұрғын үйлердің бағасы одан да оғаш болды. Шамдар жиі сөніп тұрды. Бірақ электр қорабында ешқандай проблема болмады. Бір күні түнде шашын кептіріп жатқанда, ол тағы да ән шырқады. Бала кенет тоқтап, қолшатыры бар қашып бара жатқан фигураны көрді. Ән айту Сионхиді ренжітті. Сосын кенет электр қуаты өшіп қалды. Ол бұрылып қараса, құлыптаулы есіктің арғы жағынан өтіп бара жатқан жарықты көрді. Ол келіп, құлыпты оңай ашты. Дәрігер науқастың жағдайы ауыр екенін тексеріп жатыр. Жағдай онша жақсы көрінбеді, және науқасқа қосымша бақылау қажет болды. Оның жанында алкогольмен және сандырақпен қатты уланған науқас болды. Кәдімгі төсек орынның жетіспеушілігінен ол уақытша жансақтау бөліміне ауыстырылды. Науқастар көп болды. Олардың отбасылары сыртта күтіп тұрды. Дәрігер аман қалу енді науқастың ерік жігеріне байланысты екенін түсіндірді. Отбасының шарасыздығын көрген Енджи көңілі түсіп кетті. Олардың үмітсіз өтініштері оның санасында жаңғырып тұрды. Оларды ұмыту мүмкін емес. Дәретхана кабинасының жанындағы біреу ес-түссіз жатқан науқастың өмір сүруге деген ерік жігері қалай болатынын сұрады. Янг Джи не деп жауап берерін білмеді. Ол бір күні ауыр апатқа ұшырап, есінен танып қалғанын айтты. Дәрігер анасына да солай айтты. Ақырында ол керемет түрде оянды, бірақ қазірдің өзінде ол қалай аман қалуға күш тапқанын түсінбеді. Дәл осы сәтте сыртта біреу есікті қақты. Шамдар жыпылықтай бастады. Кенет дүңгіршектің үстінде бір әйел пайда болып, оны құтқар деп айқайлады. Әп сәтте бәрі бұрынғы қалпына келді. Тазалаушы әйел шуды естіп, оның жағдайы жақсы ма деп сұрады. Жас жігіт жеңілдеп күрсінді. Бұл оның қиялы ғана еді. Шун Хай ішінде жарық шамы ілулі тұрған жабық бөлмеге кірді. Ол оны шешіп тастады. Ал аллеядағы бала қорқып кетті. Ол неге шу шығарып жатқанын сұрағанда, ол қорқып қашып кетті. Сабақтан кейін шаршаған қыз жұмыс үстелінде ұйықтап қалды. Хенджу оны бірнеше рет оятуға тырысты, бірақ нәтиже болмады. Ол қараңғы аллеяда үйге жалғыз баруға мәжбүр болды. Оның қолында фонар бар еді. Оны дүкенші оған батылдық үшін берді. Ол кіре салысымен қара және қызыл өкшелі әйелді көрді. Хенджу мейірімділікпен қолшатырмен бөлісуді ұсынды, бірақ әйел оны елемеді. Хенджу оның соңынан ерді, бірақ өзін жайсыз сезіне бастады. Әйелдің шашы ұзарып, жүрісі біртүрлі болып көрінді. Оның бойы Хенджу оның бетін көрмей қалғанша ұзарды. Иесінің кеңесін есіне алған соң, Хенджу ештеңені байқамағандай кейіп танытып, тез кетіп қалды. Бірақ оның қызығушылығы оны артына қарауға мәжбүр етті. Әйел бүкіл денесін артқа бұрып, соңынан ерді. Дүкенші айғайлаған дауысты естіп, сыртқа шығып кетті. Ол Хенджиге үйге қайт деді. Сосын көзілдірігін шешіп алды. Әйел орнында қатып қалды. Ол оған мұқият қарағаннан кейін, ол баяу қалпына келді. Сол кезде ұйықтап жатқан қыз оянды. Ол артына бұрылып, бос жерде отырған бұрын соңды көрмеген қызды көрді. Аллеяда бір бала чемоданы бар қызды кездестірді. Ол онымен бірге көшенің соңындағы жеңіл тауарлар дүкеніне баруға бола ма деп сұрады. Егер ол жерге жетсе, үйіне қайтуға болады. Қыз оған соңынан еруді бұйырды. Олар Сан Хейдің үйінің жанынан өтіп бара жатқанда, ол бұл бөлмеден неге қорқатынын түсіндірді. Сол түні ол Сан Хейдің артында тағы бір фигураны анық көрді. Осы уақытта Сан Хей жалға алған бөлмесінде тағы бірнеше шамның сынғанын көрді. Ол фонарды тез душ қабылдау үшін ғана пайдалана алады. Ол кәрізді тазалап жатқанда, оның ұзын шашы үзіліп қалды, бірақ шашы қысқа болды. Осы кезде соңғы жұмыс істеп тұрған шам сөніп қалды, бірақ жабық бөлмеде шамдар жанып тұрды. Ол абайлап жақындап, айнадағы түсініксіз фигураны көрді. Ол жақында біртүрлі оқиғалар болғанын түсінді. Өйткені бұл тіршілік иесі қараңғыда жасырынуы керек еді. Сыртта орындықтағы қыз есікті қағуға тырысты. Бала оны тоқтатты, бірақ саусақтарының біртүрлі тиюінен қорқып, жерге құлап түсті. Қыз оған олардың бір-бірінен еш айырмашылығы жоқ екенін айтты. Содан кейін ол аяқтарының қисық екенін байқады. Ол қашуға тырысты, бірақ аллеядан шыға алмады. Сион Хей де құлыпталған есікті аша алмады. Ол көмекке шақыру үшін әйнекті сындырды. Бала шаршап, жерге отырды. Олардың көмекке шақырған айқайы аллеяда жаңғырықты. Лифтте бейтаныс адамның денесінен су ағып жатқан. Әп сәтте қыз су астында қалып,
тыныс алуға тырысты. Қыз орындықтан бір түрлі чемоданын жарықтандыру дүкеніне сүйреп апарды. Осыдан кейін бірден сол жерге өзін полиция қызметкерімін деп таныстырған адам келді. Бір ай бұрын пәтерде тұратын әйел біреудің оның есігін қағып жатқанын естіген. Ол шамды өшіріп, үйде ешкім жоқ деп кейіп танытты. Бірақ есіктің сыртындағы шу күшейе түсті. Әйел үрейленіп, дыбыс тоқтағанша айқайлады. Ақыры ол тынышталды. Ол есікті абайлап ашты. Бұрыштан мысықтың бір-екі көзі оған қарай жүгірді. Содан кейін ол ғимараттан құлап түсті. Көп ұзамай күдікті ер адам Сеулден кетіп бара жатқан автобусқа отырды. Автобус жолға шыққалы жатқанда полиция қызметкері жүргізушіні тоқтатып, барлық жолаушыларға түсуді бұйырды. Ол ер адамды жалғызбасты әйелдерге шабуыл жасағаны және дәлелдемелерді жою үшін өртегені үшін қамауға алды. Ер адам басын көтеріп, таныс фигураны көргенде шошып кетті. Содан кейін полиция қызметкері ер адамды серіктесіне тапсырды. Сол түні полиция қызметкері көптеген оғаш нәрселерге тап болды. Оның оттығы жұмыс істемеді. Оның қолдары лай астында қалды. Кофе сататын автомат жұмысын тоқтатты. Соңғы кездері жазатайым оқиғалар тым көп болды. Ол бір істі ашқан бойда бірден жаңасы ашыла бастады. Жақын жерде күдікті жаңа ғана босатылды. Әріптесі қарт адамды өлтіру орнында Ким Сан Хунның болғанын түсіндірді. Тергеу оның тек куәгер екенін растады. Полиция қызметкері оқиға орнына түнде келді. Ол өзінің өткір көзқарасымен танымал болды. Тіпті ұсақ түйектері де одан қашып құтыла алмады. Бірақ ол өте қыңыр болды. Ол іске назар аударған бойда, тіпті ол ресми түрде жабылған болса да, барлық жауаптар анық болғанша, ол оған ашылмаған сияқты қарады. Осыған байланысты оның қамауға алыну саны жоғары болды. Бірақ табысқа жету ықтималдығы төмен болды. Полиция қызметкері жәбірленушінің есігінің жанында бір түрлі жерді байқады. Оның әріптесі жәбірленуші жүрек талмасынан қайтыс болды деп болжаған. Бірақ полиция қызметкері жәбірленушінің жүзі сабырлы, ешқандай күрес белгілері жоқ екенін көрді. Ол кенеттен аурудан қайтыс болған сияқты емес. Оның әріптесі жәбірленушінің әйелі баяғыда қайтыс болғанын айтты. Ол жалғыз тұратын және шетелдегі отбасымен тек телефон қоңыраулары арқылы байланыста болатын. Полиция қызметкері жәбірленушінің оң қолы бар екенін, бірақ қашықтан басқару пульті сол қолында екенін де байқаған. Қашықтан басқару пультіндегі арнаны ауыстыру түймесі ғана тозған. Бұл жәбірленушінің басқа функцияларды пайдаланбағанын көрсетеді. Бірақ теледидар ойнату режиміне қойылды. Бұл мәліметтер полиция қызметкерін оның өлімі оңай болған жоқ деп сендірді. Полиция қызметкері үйіне қайтты. Үй бос және жансыз еді. Қайда қараса да, қай жерде болса да, әйелі екеуі туралы естеліктер қалды. Енді ол жалғыз қалды. Келесі күні сараптама жәбірленушінің жүрек талмасынан қайтыс болғанын растады. Коронер оның жағдайы мен ауру тарихына байланысты қосымша тексеруден өтудің қажеті жоқ екенін айтты. Оның шетелдегі туыстары да оның аман есен жерленгенін қалады. Іс жабылуы керек еді, бірақ полиция қызметкері бірдеңе жетіспейтінін сезді. Ол жәбірленуші тұрған ауданның картасын қарап шығып, күдікті бірдеңе тапты. Ол жақын маңдағы барлық мейрамханаларды аралап, бір-бірлеп тексерді. Ақырында ол кішкене кеспе дүкеніне тоқтады. Дүкен тыныш болды. Тек иесі ғана ас үйде жұмыс істеді. Полиция қызметкері кеспеге тапсырыс беріп, жан-жағына қарады. Ол иесі Ким Сан Хунның іс бойынша куәгер ретінде өтіп бара жатқанын есіне алды. Кеспе дүкені жеткізу қызметін ұсынбаған. Ким Сан Хунның айтуынша, тұтынушылар әдетте тапсырыс беру үшін қоңырау шалады. Полиция қызметкері жәбірленушінің жазбаларында кеспе дүкенінен қоңыраулар болмағанын, бірақ жәбірленуші пакетті алғанын айтты. Ешқандай ескертусіз Ким Сан Хун полиция қызметкерінің кеспемен қуырылған тұздық туралы айтып жатқанын түсінді. Бұл өте күдікті болды. Жеткізу қорабынан есіктегі дақ қалған болып шықты. Жәбірленушінің бетіндегі қартаю дақтары шын мәнінде кеспе соусы болды. Ким Сан Хун түсінбегендей кейіп танытты. Дәлелсіз полиция қызметкері оны ұстай алмады. Бір айдан кейін полиция қызметкері Ким Сан Хунды көшеде тамақ жеткізу үшін велосипедпен келе жатқан әйелді қуып бара жатқанда тоқтатты. Әйелдің жүзін көргенде шошып кетті. Бұл бір ай бұрын өртте қаза тапқан әйел еді. Ким Сан Хун бұл жерде болмау керек деп айқайлап, оған қарай жүгірді. Полиция қызметкері оны тағы да тоқтатты, бірақ оның көздері мысыққа ұқсайтынын байқады. Кейінірек полиция қызметкері жеңіл тауарлар дүкеніне кірді. Ол бастықтан Ким Сан Хунды көрмегенін растауды сұрай берді. Содан кейін ол орындықтағы қыздың кетіп бара жатқанын байқады. Жерде қан дақтары бар екен. Одан сұрағанда, орындықтағы қыз бұл етеккірдің келуіне байланысты екенін айтты. Полиция оған сеніп, жаңбырдан қорғау үшін пальто берді. Осы уақытта ертерек қашып кеткен Хэнджу анасына қажет шамдарды сатып алмағанын есіне алды. Қайтар жолда ол сатушы әйелдің жанынан өтіп бара жатты. Сонымен бірге дүкенші полициямен сөйлесумен әлек болып, оны байқамай қалды. Сондықтан Хэнджу тез кетіп қалды. Дүкендегі шамдар бірдеңені меңзеп тұрғандай жыпылықтады. Басқа жерде, облыстық жедел жәрдем орталығында жерлеу үйінің қызметкері мәйітханаға оралды. Ол және оның көмекшісі марқұмның келбетін ретке келтірді. Көмекші денеден бір түрлі дыбыс шыққанын естіп, қорқып артқа шегінді. Жерлеу үйінің қызметкері мәйіттерден газдың шығуы қалыпты жағдай екенін түсіндірді. Екеуі де марқұмға құрметпен бас иді. Содан кейін жерлеу үйінің қызметкері иістерді басып, бетін сақтап қалу үшін мәйіттің аузын мақтамен жауып тастады. Ол зардап шеккен жоқ. Жерлеу үйінің қызметкерінің құпиясы бар еді. Ол өлгендердің сөйлескенін естиді. Оларды демалысқа жіберген сайын, ол оларға өлімді қабылдауды бұйырды. Өлгендер де қараңғылықтан қорқатын. Оларды шкафқа тығып жатқанда,
жақын арада бақытты жерге жетіп, жаман естеліктерді ұмытып кететіндерін айтып, жұбататын. Осыдан кейін шкафтан тек жылаған дыбыстар ғана шықты. Янг Джи де осында жұмыс істеген. Ол әдеттегідей көлігін жертөлеге қойды. Бірақ үнемі оның артынан біреу келе жатқандай сезінді. Бұрыштағы лифтте дымқыл адам тұрған. Ол түймені баспай, жай ғана Янг Джи жұмыс істейтін жансақтау бөлімі орналасқан 8-ші қабатқа бара жатқанын айтты. Ол оған бұл туралы айтты. Келу сағаттары бітті. Ер адам жауап бермеді. Оның орнына ол ника пациенттері ояна аламы деп сұрады. Янг Джи бұл олардың ерік жігеріне байланысты екенін айтты. Ер адам көзін қатты жұмып, оның түрі азапты болып көрінді. Янг Джидің аяғынан су өте бастады. Адамнан су тамшылары түсе берді. Кенет лифт істен шығып, шамдар жыпылықтай бастады. Су тез көтеріліп, Янг Джи суға батып кете жаздады. Содан кейін лифт 8-ші қабатқа көтеріліп, бәрі бұрынғы қалпына келді. Бірақ бақылау камераларындағы жазбаларда оның біреу ғана болды. Янг Джи тынышталып, жұмысқа қайта оралды. Бас медбике қоңырау шалғанда, ол науқастың құлағына құлаққап тақты. Жаңа ғана жол апатынан зардап шеккен 2 адам келді. Осы уақытта полиция қызметкері иесінен мысық көзді адамды көрген-көрмегенін сұрап жатқан. Осы кезде оның көздері де бір түрлі өзгерді. Бірақ тез қалыпты жағдайға айналды. Ол сұрақтар қоя берді. Иесі бұл жерді қалай тапқанын сұрады. Полиция қызметкері мотоциклдің дыбысына барғанын айтты. Бірақ иесі оның дыбысын естімегенін айтты. Сонымен қатар, соңғы уақытта медбикелер пациенттердің көбеюіне шағымдануда. Төсек орында қызметкерлер де жетіспеді. Алкогольмен уланған науқастың жағдайы жақсарып, кәдімгі палатаға ауыстырылды. Оның немқұрайлы жүзін көрген Янг Джи оның аудармасымен айналысуды ұсынды. Ол оған алкогольмен улануының сандырақ тудырғанын айтты. Ол анық ойлай алмады. Адамдар мен орындарды ажырата алмады. Галлюцинацияға ұшырады. Сондықтан ол балшықта жатқан адамды көрді. Янг Джи де оны көрді. Ауыр апаттан аман қалғаннан кейін Янг Джи болмауға керек адамдарды жиі көретін. Олар бір-бірін мұқият тексермей ақ ажырата алмайтын қарапайым адамдарға ұқсайтын. 8-ші қабаттағы ер адам қомақты несие алып, оны өндіріп алушылар тірідей көміп тастаған. Ол қайда барарын білмей, өмір мен өлімнің арасында қаңғып жүрді. Янг Джи оның құлағын тазалап, құлаққапты берді. Дәл сол кезде бас медбике ес-түссіз жатқан кезде оған жасаған сияқты. Екінші жағынан, Хенджу үйге қайтып бара жатқанда, орындықта отырған қызды тағы көрді. Ол онымен бұрын 8-ші қабатта кездескенін есіне алып, қырағылығын жоғалтқан. Әйел неліктен анасына күн сайын шам сатып алатынын сұрады. Хенджу анасының не күтіп тұрғанын есіне алып, тез қоштасты. Үйдің алдындағы ойын алаңының сыртында ол жан-жағына қарап тұрған адамды байқады. Оның айтуынша, жақын маңдағы иттер үре берді және оны ояу ұстады. Хенджу оған фонар жағып жіберді. Оның бәрі аязға оранған және қарапайым адамға ұқсамайтын. Ол кісі көп сөйлегісі келмей, Хенджудан кетуін өтінді. Ауруханада жағдайы ауыр науқаста қайтадан өмір белгілері пайда болды. Ол бірнеше рет өлімге жақын болды. Дәрігерлер оның қалай ұзақ өмір сүргенін түсінбеді. Янг Джи оның ерік жігері тек өзіне ғана тән емес екенін айтты. Сатушы мен ақ киімді әйел, дүкенде қамалған полицей, аяз басқан ер адам, үлкен қарызы бар адам, пәтерінде тұрып қалған Сайон Хе мен құлап қалған баланың бәрі бір дауысты естігендей болды. Олардың барлығы 8-ші қабаттағы жансақтау бөлімінде жатқан науқастар екені белгілі болды. Сол кезде Хенджу үйіне қарай жүгірді. Қоқыс жәшігі ол сатып алған шамдарға толы болды. Оның анасы үйде болған кезде ешқашан шамды қоспаған. Хенджу шексіз сөйледі. Бірақ анасы ештеңе айтпады. Сосын олар қатты құшақтады. Хенджу жерлеу рәсіміндегідей анасынан шыққан гүлдердің иісін сезді. Есік сыртындағы орындықтағы қыз оларға жасырын қарап тұрды. Жұмбақ шамдар дүкені тірілер мен өлілер әлемін байланыстырды. Оның иесі шын мәнінде жан тасымалдаушы болған. Дүкендегі жыпылықтаған шамдар ауыр науқастарды бейнелейтін. Солардың бірі күнде кешке автобуспен жүретін адам болатын. Бірнеше күн бұрын Хен Мин жұмыстан кейін сүйіктісіне туған күніне қонаққа барып, оған үйленуге ұсыныс жасамақ болған. Оның құрбысы Чиенің орындығындағы жұмбақ қыз еді. Бірақ Чиен Хен Минмен кездескісі келмеді. Ол саңырау және мылқау болды. Хен Миннің анасы оны ұнатпай, онымен ажырасуға мәжбүр етті. Хен Минге қиындық туғызбау үшін Чиен кетуге шешім қабылдады. Ештеңеден бейхабар Хен Мин аялдамада күтіп тұрды. Ол Чиенға жақын арада келетінін жазды. Оның хабарламаларына әсер еткен Чиен онымен соңғы рет кездесуге шешім қабылдады. Қызыл биік өкшелі туфли киген әйел Хайван болды. Ол 20 жас кіші Санхайға ғашық болды. Олар бірге пәтер жалдауды жоспарлаған. Агент оларды анасы мен қызы деп қателесті. Хайван үндемегенде Санхе ашуланып, оны олардың қарым-қатынасын жасырды деп айыптап,
кетіп қалды. Хайван олардың махаббаты үшін Санхенің азап шеккенін қаламады. Сан-хе одан бетер ашуланды. Ол қызыл өкшелі туфлин тастап, тура автобусқа қарай бет алды. Хайван аяқ киімін алып, соңынан ерді. Осы вақытта мектептегі сабақтар аяқталды. Хенджу қуана күтіп тұрған анасына қарай жүгірді. Баскетболды жақсы көретін Чи-унг достарымен ойнап жүрген. Ол аллеяда адасып қалған бала еді. Бірнеше бейтаныс адам кездейсоқ бір автобусқа отырды. Жүргізуші ол рөлге отырар алдында дөңгелегінде ақау бар екенін анықтады. Ол оны жақын жерде тексеруді жоспарлаған. Бірақ егер ол автобусты штаб пәтеріне қайтармаса, жөндеу жұмыстарын өзі төлеуге тура келетінін айтты. Ақшаны үнемдеу үшін ол жаңбырлы түнде көлік жүргізуге тәуекел етті. Кенет автобус басқаруды жоғалтып, апатқа ұшырады. Юн мен құрбысының жауап беруін күтіп, телефонына қолын созды. Хайван денесін Сонг-хейді қорғау үшін пайдаланды. Анам Хенджуды қатты ұстады. Автобус қоршауды бұзып, өзенге құлады. Чи-ен мұның болғанын көрді. Ол автобуста оның жігіті бар екенін біліп, құтқару қызметіне 911 нөміріне қоңырау шалды, бірақ сөйлей алмады. Құтқарушылар келіп, автобусты өзеннен шығарып алды. Жолаушылар мен жүргізуші жедел түрде ауруханаға жеткізілді. Хенменнің белі кесілген. Жүргізушісінің іші өзен суына толы болды. Қалғандары комада, өлім аузында жатыр. Дәрігерлер оларды құтқаруға тырысты, бірақ кейбіреулері қайтыс болды. Соның ішінде Хенджудың анасы, жүргізушісі және Хайван. Аурухана дәлізінде Хенменнің ата-анасы ұлының оянуын күтті. Құтқарушылар оларға Хенменнің телефонын берді. Сол түні Чи-ен қоңырау шалды, бірақ Хенменнің анасы телефонды қойды. Ол Хенменнің қайтыс болғаны туралы хабарлама жіберді. Ол бәрін Чи-енға кінәлады. Егер Хенмен оны көргісі келмесе, апат болмас еді деп ойлады. Бақытымызға орай, дәрігерлер Хенменді құтқарып қалды. Кейінірек Хенменнің әкесі Чи-енға қуанышты хабарды жеткізгісі келді. Бірақ оның Хенменмен бірге өлуді жоспарлап отырғанын білді. Ол тез арада Хенменнің әлі тірі екендігі туралы хабарлама жіберді. Чи-ен мұны көрді, бірақ кеш болды. Шарасыздықтан ол барлық 10 тырнағын сындырды. Чи-ен қайтыс болғаннан кейін жерлеу үйінің қызметкері оның денесін тоңазытқыш камерасына салды. Олар оны үйіне жібермес бұрын 3 күн күтуге мәжбүр болды. Бұл оған әлеммен қоштасуға уақыт беру үшін болды. Чи-ен өмірінде Хенменді аялдамада шие гүлдерінің астында жиі күтетін. Бірде ол өзінің сүйіспеншілігін көрсету үшін жігітімен барабанда ойнайтын. Ол қайтыс болғаннан кейін де ол әр кеш сайын бір аялдамада қалып, тырнақтарымен орындықты қағып отырды. Оның Хенменге деген терең сүйіспеншілігі оның сөйлеу қабілетін қалпына келтірді. Өкінішке орай, өмір мен өлімнің арасында қалған Хенмен барлық естеліктерін жоғалтты. Жол апатынан белі сынғандықтан әр жүрген сайын денесі ыдырап кететін. Оған көмектесу үшін Чи-ен белін инемен жіппен тігуді жалғастырды. Көп ұзамай 3-ші күн келді. Жерлеу үйінің қызметкері Чи-еннің шкафының кептеліп қалғанын анықтады. Олар оның соңғы тілегін орындамағанын түсінді. Басқа жан Хайванның да аяқталмаған істері бар. Оны ауруханаға жеткізген кезде оның денесі қатайып, оны Сан-хейдің денесінен ажырату мүмкін болмады. Бала Сан-хейдің артындағы елесті көрді. Бұл Хайван болды. Бөлмеде шамдар жыпылықтаған кезде Сан-хей туралы естеліктер қайта оралды. Ол өзінің махаббаты мен жанжалдарын есіне алды. Ол ақыры дәрменсіз жылай бастады. Хенджу да аллеяда қалып қойды. Пәтерге көшкеннен кейін анасы оны әр кеш сайын себебін айтпай ақ электр шамдарын сатып алуға жіберетін. Хенджу бұдан былай шыдай алмады. Дүкенге баратын жол тым қорқынышты болды, және ол жалғыз жүре алмады. Ол анасының неге үнемі қажетсіз шамдарды сатып алуын сұрағанын түсінбей жылады. Хенджу бұл шамдардың оның өмірі екенін білмеді. Анасы мұның бәрін оны құтқару үшін жасады. Полицей де абдырап қалды. Жаңбыр тоқтағаннан кейін ол жарықтандыру дүкенінен шығып, кетуге тырысып, аллеяға қарай бет алды. Аллеяның соңында орта мектеп бар еді. Сынып ішінде тақтаға оқушылардың аты жөндері жазылған. Бұл есімдерді көргенде жоғалған естеліктері оған қайта орала бастады. Ол әйелінің бір кездері жүкті болғанын есіне алды. Бірақ 4 айдан кейін оның іші өсуін тоқтатты. Дәрігер оған баланың ішінде қайтыс болғанын айтты. Полиция қызметкері өзін өте кінәлі сезінді. Әйелі мұны қабылдай алмай, оны үнсіз тастап кетті. Ол шарасыздықтан аллеядан төмен қарай жүгірді. Ол әйелін таба алмай, әлгі оғаш аллеядан шыға алмай қалды. Кейін полиция қызметкері темекісін тұтатып, оның сынған оттығының кенеттен жөнделгенін байқады. Содан кейін ол көлеңкесінде бірдеңе дұрыс емес екенін түсінді. Ол қорқып, жарықтандыру дүкеніне қайта оралды. Иесі оған бір шыны ыстық кофе берді. Офицер оны ішті, бірақ ыстықты да, дәмді де сезбеді. Ол сондай ақ дүкендегі түннің ешқашан аяқталмағанын байқады. Иесі мысықтың көзін ашып, күннен қорғайтын көзілдірігін шешіп алды. Ол полиция қызметкеріне дәл осындай абдырап қалғанын айтты. Бірнеше жыл бұрын иесі мен оның қызы апаттан кейін үйінде астында қалып қойған. Мейірімді қызы оған кәмпит тазалап берді. Ол кәмпит жеп, оған көмек табуға уәде берді. Ол үйінділерден шығып, сүрініп, жарықтандыру дүкеніне кіріп кетті. Ол кезде дүкеннің иесі жұмбақ әйел болатын. Ол одан көмек сұрады, бірақ ол бас тартты. Ол ашуланып, шамды сындыру үшін оны ұстап алды, бірақ оның денесі кенеттен қатып қалды. Әйел шамды қолынан алып, дүкендегі шамдар қайта жанды. Ол оған дүкенде қызына арналған шамның да бар екенін айтты. Ер адам жыпылықтаған шамдарға қарап, бұл өмір мен өлімнің арасындағы шекара екенін түсінді. Ол қазірдің өзінде қираған күйде қайтыс болды.
Сондықтан ол әйелден қызын құтқаруды өтінді. Әйел онымен келісім жасады. Содан бері ол жеңіл өнеркәсіп дүкенінің иесі болды. Апатқа ұшыраған адамдар осында қалыпты өмірлерін жалғастырды. Бірақ өлімді қабылдай алмағандар жақын маңда қаңғып жүрді. Бұл өлімнен кейінгі дүние еді. Үнемі тоңып, үрген иттерінің азабын тартқан адам ақыры шыдай алмай сыртқа жүгіріп шықты. Ол дыбысқа шығып, аллеяның тереңінен ит тауып алды. Сол кезде оның бәрі есіне түсті. Әлгі адам таудағы жартастан құлап, есінен танып қалды. Оның қасында оны жылы ұстайтын құтқарушы ит болды. Ол тоқтаусыз үріп, көмекке шақырды. Құтқару тобы келгенде, ит өкінішке орай қайтыс болды. Ер адам көз жасымен мейірімді итті еркелетіп жіберді. Ит үріп, соңынан еруді бұйырғандай жүгірді. Бұл оны қайтадан жарықтандыру дүкеніне апарды. Сол жерде иттің көмегімен ер адам өз шамын тауып алды. Басқа жерде Хенджу өз бөлмесінде ақырын жылап отырды. Анасы ештеңе түсіндірмеді. Ол үнсіз Хенджудың алқасын алды. Оның жерлеу рәсімі келесі күні белгіленіп, уақыты өтіп кетті. Ол Хенджудың орнына жарықтандыру дүкеніне баруды шешті. Иван да сүйіктісін қорғау үшін жанын қиды. Пәтерінде ол Сонг Хейді қатты құшақтап, оның шамын табу үшін жарықтандыру дүкеніне баруын айтты. Екінші жағынан, полиция қызметкері үй иесінің сөзіне күмәнданды. Содан кейін үй иесі полиция қызметкерінің іштегі баласына таңдаған лақап атын айтты. Мұны естіген офицер көз жасын тия алмай, иесіне сенді. Ол неге иесі оған бұрын ешқашан шындықты айтпағанын сұрады. Иесі мұны оның әлі тірі болғандықтан түсіндірді. Егер ол жарық дүкені туралы естеліктермен кетсе, бұл екі дүниеде де шатасуға әкелетін еді. Офицер соңғы сұрақты қойды. Ол аңдып жүрген күдіктінің қайда кеткенін білгісі келді. Иесі күдіктінің оны дүкенге әкелу үшін ғана болғанын айтты. Содан кейін ол полицейге тығырықтан шығудың жолын табу үшін жарыққа еруді бұйырды. Офицер оттықты алып, одан темекі тұтатты. Осы уақытта ол ауруханада оянып, баяу есін жиды. Аурухана бөлмесінде автобус апатынан кейін комада жатқан Чи Унгта болды. Жас Чи көңілін көтеру үшін сүйікті баскетбол добын төсегінің астына қойды. Дәл сол баскетбол добы жұмбақ аллеяда пайда болды. Баскетбол добының артынан келе жатып, жүргізуші ол Чи Унгты тауып алды. Ол тізерлеп отырып, Чи Унгты арқасына итеріп жіберді. Содан кейін ол Чи Унгқа шамдар дүкеніне баратын жолды көрсетіп, өз шамын өзі тауып беруін айтты. Чи Унг кетер алдында ол жүргізушісі кешірім сұрай берді. Ол апатқа себепкер болғаны үшін өзін кінәлі сезінді. Чи Унг ақсап, дүкенге кіріп, шамның артына қолын созды. Дәл осы сәтте әлем түстерге толы болды. Чи Йен көп, ұзамай сауығып, ауруханадан шықты. Йен Джи оған мерекеге сыйлық әкелді. Чи Йен кейде бір түрлі түс көретінін, бір жерде қаңғып жүргенін айтты. Жас Чи ақырын күлді. Оның айтуынша, түсіндегі адам сабырлы болып көрінген, бірақ оның жүрегі мейірімді болған. О жүргізушісі баланы құтқарғаннан кейін аллеяға оралды. Ол Сонг Хидің пәтеріне барып, оның сүйіктісінен кешірім сұрады. Хай Ван оны кінәламады. Өйткені ол да жол апатынан қайтыс болды. Жүргізуші аман қалғандарды іздеуді жалғастырып, оларды жарықтандыру дүкеніне апаруды жоспарлап отырғанын айтты. Хай Ван оған көрші пәтерде әлі тірі біреу бар екенін айтты. Оған алғыс айтқаннан кейін жүргізуші ол пәтерге барып, Хенджудың анасымен кездесті. Ол оның сөйлей алмайтынын көріп, оның өлгенін түсінгенше оны тірі деп ойлады. Ол қымбат қызын құтқару үшін пәтерден шығып кетті. Ол жарықтандыру дүкеніне жүгірді. Аузында мақта бар, ол сөйлей алмады. Бірақ қызының аты жазылған алқаны иесіне берді. Иесі оның Хенджу үшін пияз алғысы келетінін түсінді. Ол басын шайқап, әркім шамды өзі алуға келу керек деді. Шарасыз әйел оның жағасынан ұстап, үнсіз айқайлады. Иесі күннен қорғайтын көзілдірігін шешіп, оны сыртқы келбетімен таңғалдырды. Ол жылай бастады да, қасында жатқан кәмпитті алып, оны орап, аузына салды. Иесі бұл әйелдің оның қызы екенін түсінді. Бұрынғы иесімен жасаған мәмілесінің арқасында қызы қирандылардан аман қалды. Ұзақ жылдар бойы қараңғы әлемде жалғыз қалғаннан кейін әкесі мен қызы ақыры қайта қауышты. Осы уақытта Хенджу анасын күтіп отырды, бірақ оның қайтып келуін ешқашан күтпеді. Ол үйдегі сынған шамдарды тазалап қойған. Ол қоқысты тастау үшін төменге түскенде бір түрлі бірдеңені сезді. Лифттегі әйел оны байқамай қалғандай болды. Ол жүргізушісі әбден шаршап шалдығып, жоғарыға көтеріліп бара жатқан. Ол Хенджудың мұнда не үшін келгенін түсіндірді. Хенджу мұғалімдерінің оны елемегенін, ал достарының оны ешқашан тыңдамағанын есіне алды. Ол оны ешкім көре алмайтынын түсінді. Оның шынайы өмірге қайта оралуының жалғыз жолы жарықтандыру дүкенінде болды. Осы кезде анасы шамды алып қайтып келді. Хенджу жылап, оны алудан бас тартты. Ол анасымен ажырасқысы келмеді, және онымен бірге қалғысы келді. Анасы да қызынан айырылғысы келмей жылады. Бірақ ол Хенджудың жақсы өмір сүргенін қалады. Ол жүргізушісі миссиясын аяқтап, тыныш ұйықтап қалды. Ақыры Хенджу аурухана төсегінде оянды. Әкесі оны мектепке апарып, жігерлендірді. Елена шынайы өмірге бейімделуге тырысты. Ол да пәтерде анасымен болған оқиғаның бәрін есіне алды. Анасының естелігін сақтау үшін ол оянғаннан кейін терапиядан бас тартты. Әр кеш сайын анасы жарықтандыру дүкеніне баратын. Олар сөйлесіп, сүйікті кәмпиттерін жеп,
қысқы қарды тамашалады. Осы кезде Хай Ванның көп көндіруінен кейін Шон Хи жылап үйден шығып кетті. Ол жарықтандыру дүкеніне барып, өз шамын тауып алды. Ол қолын тигізгенде Шон Хи ауруханада есін жиды. Бірақ көп ұзамай ол тыныс алуын тоқтатты. Жарықтандыру дүкенінде ол сүйіктісімен бірге болу үшін шамды сындырды. Аллеядағы үй енді Сон Хи үшін қараңғы және қорқынышты емес еді. Олар басқалардың пікіріне мән бермей, бірге бақытты өмір сүре алар еді. Алайда Джи Йен жігітінің денесін қайта-қайта тіге берді. Жерлеу үйінің қызметкері не болса да оның шкафын аша алмады. Оны жібере алмаған Джи Йен автобусты бірден тоқтатты. Ол Хэн Миннен оны неге есіне түсірмейтінін және оны жеткілікті жақсы көрмейтінін сұрады. Оның кеңесі арқылы Хэн Мин барлық шындықты білді. Джи Йен оған өз шамын жарықтандыру дүкенінен тауып беруін айтты. Оны соңғы рет құшақтап алған соң, ол қайғылы түрде дүкенге кіріп, инстинктіне мойынсұнып, өз шамын тауып алды. Шамның жанып тұрғанын көріп, Джи Йен одан бетер жылай бастады. Оның жігіті оны шынымен тастап кетті. Аурухана бөлмесінде қараңғыда қаңғып жүрген Янг Джидің күш-жігерінің арқасында бұл әнді естіді. Ақырында ол дыбысқа барып, кері жол тауып, өмірге қайта оралды. Полицей есін жиып, кеспе дүкеніне қайтты. Ол Ким Санг Хунның күдікті емес, оны жеңіл тағамдар дүкеніне апарған гид екенін түсінді. Жол апаты кезінде Ким Санг Хун да полиция қызметкерінің өмірін сақтап қалды. Ким Санг Хун тәртіпті сақтау үшін бар екенін айтты. Ол өртте қайтыс болған әйелдің соңынан ерді, өйткені ол оның өлгенін білмеді. Ол қайтыс болғанға дейін онымен бір тостаған кеспе бөлісі үшін жалғызбасты қарияға барды. Кейін полиция қызметкерінің өткір көзқарасын байқап, оның жұмысын жалғастыра алатынына үміттенді. Полиция қызметкері келісіп, күннен қорғайтын көзілдірік киіп, адасқан жандарға жол көрсетуші болды. Түнде Йен Джиді зұлым рух қуып жүрді. Полиция қызметкері пайда болып, күннен қорғайтын көзілдірігін шешіп алды. Бұл арада Хэн Миннің сауығып кетуі жақсы болмады. Оның ойлары әлі де шатасып жатты. Дәрігер оған қажет емес заттардан арылуға кеңес берді. Бірақ ол ең бірінші лақтырған нәрсесі құрбысы туралы естеліктерге толы телефоны. Хэн Мин Джи Йеннен айырылғаннан гөрі қалыпты өмір сүре алмайтынына көбірек алаңдайтын сияқты. Жерлеу үйінің қызметкері Джи Йеннің денесін таңып тастады. Бірақ ол бәрібір өкінді. Ол Хэн Миннің оны неге ұмытып кеткенін түсінбеді. Осы уақытта Хэн Мин жаңа телефон сатып алып, жаңадан бастауды жоспарлады. Ол есігіне кодты енгізгенде, дәліздегі шамдар кенет сөніп қалды. Ол бір кездері Джи Йен кездескен кездегідей қолын бұлғады. Дәл осы сәтте Джи Йен оған қайта оралды.